Просто ойлашы, прикинь, вот Октагон, Алаш Прайд, Найза бірігіп, бір үлкен бір промоушен жасап, стенка на стенку, и Ақорданың жанында турнир өткізсе. Прикинь. Біз мына жақта мысалы бізде ММА-ды әлі күнге дейін қабылдамайды да, не деп андай кішкене колхозный нәрсе деп, Да. бар ғой Маргиналдар, маргинал, снобизм бар да кішкене. Бізде әсіресе билік ол нені жақсы көреді, олимпиадалық спортты құрметтейді. Олимпиадалық спорт абыройлы көрінеді. Мен олимпиадалық спортқа қарсы емеспін, өзіміз де сонда жүрміз, бірақ енді мына жақтан қарасаң, мысалы UFC-ді Трамп қалай жақсы қолданып жатыр, Трамптың туған күні 14-ті, 80-ге келеді. Вот. Бірақ Freedom 250 деп өздерінше сол 250 жылдыққа байлап қойған. 250 жылдығы 3 аптадан кейін болады, 4 шілде күні мысалы. Намат олардың құрметіне турнир жасап отыр. 4 шілде. Кімнен, Трамптың жоқ, Американың тәуелсіздік декларациясына қол қойған.